Еліміздің 5 сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English plus 5 Workbook Unit 6 Present Simple Questions Forms атты сабақтағы жаттығулар жасалу жолымен жауаптармен танысып боламыз. Page 45, 45 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз Present Simple. Осы шақта сұраулы сөйлем жасау бойынша жаттығулар орындайтын боламыз. Exercise 1. Complete the questions with do or does. Төмендегі берілген сұраулы сөйлемдерді do немесе does көмекші етістіктермен толықтыр дейді. For example, do you study English? Сен ағылшын тілін оқисың ба? The first. Does your teacher speak Mandarin? Сенің мұғалімің Қытай тілінде сөйлейді ме? Do the students in your class use dictionaries? Сенің сыныбыңдағы оқушылар сөздік қолданады ма? Does your teacher give you homework every week? Сенің мұғалімің әр апта сайын үй жұмысын береді ме? The fourth. Do you read English magazines at home? Сен үйде ағылшын тілінде журналдар оқисың ба? The fifth. Do your friends ask questions in class? Сенің достарың сыныпта сұрақ қояды ма? Does your teacher play English songs in class? Сенің мұғалімің сыныпта ағылшын тілінде музыкалар ойнатады ма? The seventh. Do you watch DVDs in class? Сендер сыныпта DVD видеолар немесе көресіңдер ме? Осымен біз бірінші жаттығуды аяқтадық. Next, exercise 2. Answer the questions in exercise 1. Мына бірінші жаттығуда құрастырған сұраулы сөйлемдерге қысқа иә немесе жоқ деп жауап беру керек. Мысалы, do you study English? Yes. Сен ағылшын тілін оқисың ба дегенге біз оқимыз yes I do деп жауап бердім. Бұл жерде мен бұл сұраулы сөйлемдерге шамамен примерно жауап беремін деп айтайын. Сіздер өздеріңізге байланысты, мұғалімдеріңізге, достарыңызға байланысты басқаша жауап берсеңіздер болады. Бірінші сұраққа no she doesn't. Жоқ, сіздің мұғаліміңіз ағылшын тілінде сөйлейді ме? Жоқ деп жауап бердім. Оқушылар сыныпта сөздік қолданады ма? Yes they do. Мұғалім әр апта сайын үй жұмысын береді ме? Yes she does. Сен үйде ағылшын тілінде журналдар оқисың ба? No I don't. Сенің достарың сұрақ қояды ма сыныпта? Yes they do. Мұғалім ағылшын өлеңдерін ойнатады ма сыныпта? Yes she does. Next. Сен сыныпта DVD кинолар көресіңдер ме? Видеолар көресіңдер ме? Yes we do деп жауап бердім. Next. Exercise 3. Write questions and answers about the pictures using the present simple. Төмендегі суреттерге қарай отырып, және де сөздерді пайдаланып, бірінші сұраулы сөйлем құрастырып, одан кейін суретке байланысты жауап беруіміз керек. For example, does Florence speak French? Florence француз тілінде сөйлейді ме? Yes, she does деп жауап бердік. Себебі бұл жерде Эйфель мұнарасы тұр, Эйфель мұнарасы бізде Францияда орналасқан. The first. Does Lily live in New York? Lily Нью-Йоркта тұрады ма? No, she doesn't. Жоқ дедік. Себебі мына бізде Big Ben бізде Лондонда орналасқан. Next, the second. Do Mary and Tom make pizzas? Do Liam and Charlie use a dictionary? Liam мен Charlie сөздік қолданды ма? Yes, they do деп жауап бердік. Себебі мына жерде кітапта Oxford English Dictionary деп тұр. The fourth. What do Sarah and Rosie play? Сара мен Рози не ойнады? They play tennis. Yes, олар теннис ойнады. Суретке назар аударамыз. The fifth. When does Megan study? Megan қай уақытта сабағын оқиды? She studies at 5 o'clock. Ол сағат 5-те оқиды деп жауап бердік. Next, exercise 4. Order the words to make questions. Мына жер төмендегі берілген сұраулы сөйлемдерден сөздерден сұраулы сөйлем құрастыр. Then read the text and write the answers. Одан кейін мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдерге жауап бер дейді осы мәтін бойынша. For example,
Does Anna speak Turkish? Анна түрік тілінде сөйлейді ме? No, she doesn't. Жоқ, сөйлемейді дейді. Бұл жауап біз мына мәтіннен беріп біле аламыз жауапты. Бірінші осы мәтінді оқып аударып алайық. Hi, сәлем. My name is Anna and I live in Cairns in Australia. Менің атым Анна және мен Австралияда Каир қаласында тұрамын. I speak English and I study French and Spanish at school. Мен ағылшын тілінде сөйлеймін және мектепте француз және де испан тілдерін оқимын. I also understand Italian, but I don't speak it. Мен сондай-ақ итальяндық тілді түсінемін, бірақ сөйлемеймін. My parents are from Italy. Менің ата-анам Италиядан. They sometimes speak Italian at home. And they often watch Italian TV in the evening. Олар кейде үйде итальяндық тілде сөйлейді және де жиі кешке қарай итальяндық теледидар көреді дейді. Енді бірінші сұрау сөйлем құрастырамыз. Сол сұрау сөйлемге мына мәтін бойынша жауап береміз. Yes? The first. Does Anna live in Australia? Анна Австралияда тұрады ма? No, yes, she does, yeah. The second. Does Anna study German at school? Анна мектепте неміс тілін оқиды ма? No, she doesn't деп жауап бердік. The third. What languages does Anna study? Анна қандай тілдерді оқиды? She studies French and Spanish at school. Ол мектепте француз және де испан тілдерін оқиды. Яғни мына жерде сөйлем бар бізде. The fourth. Do Anna's parents speak Italian? Аннаның ата-анасы итальяндық тілде сөйлейді ме? Yes, they do. Because her parents are from Italy. Yes, себебі оның ата-анасы Италиядан. Біз осымен 45-ші беттегі жаттығу жасалу жолымен және жауаптармен таныс болдық. Келесі сабақ бізде A School on a Boat, яғни қайықтағы мектеп деп аталады екен. Осы сабақты жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.